Саламатсыздар ма? Бізде бүгінгі тақырыбымыз қан, ағзамыздағы өмір сұйықтығы. Жалпы қан туралы айтатын боламыз. Қан біздің ағзамыздың ең маңызды бөлігі. Ол денеміздегі әрбір жасушаға өмір беретін қажетті элементтерді тасымалдайды. Бүгінгі сабақта қанның құрылымы, функциялары және оның денсаулығымыз үшін маңызы туралы толығырақ білетін боламыз. Қанның құрылымы неден тұрады? Қан екі негізгі компоненттен тұрады. Олар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Олар бізде қан плазмасы және қан жасушалары. Қан плазмасы қанның сұйық бөлігі, жалпы көлемінің шамамен 55% құрайды. Ол судан, ақуыздардан, тұздардан, гормондардан және де қоректік заттардан тұрады. Қан жасушалары бізде ол қалған 45%-ті құрайды. Бұл жасушалардың әрқайсысы ағзада ерекше рөл атқарады. Қан жасушалары әрқайсының өз міндеті. Бізде қан жасушаларының әр түрі ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды функцияларды орындайды. Бізде эритроциттер ол қызыл қан жасушалары. Олар өкпеден дене тіндеріне оттегін тасымалдайды және көмірсутек газын кері тасымалдауға көмектеседі. Лейкоциттер ақ қан жасушалары. Олар ағзаның иммундық қорғанысын қамтамасыз етеді және инфекциялармен және бөгде заттармен күреседі. Тромбоциттер ол қан пластинкалары. Олар қанның ұюына қатысады, жарақат кезінде қан жоғалтуды тоқтатуға көмектеседі. Бізде қанның негізгі функциялары: қан ағзада көптеген өмірлік маңызды функцияларды орындайды. Ол тек тасымалдаушы ғана емес, сонымен қатар қорғаушы, реттеуші рөл атқарады. Бізде мысалы газдарды тасымалдау, өкпеден оттегін тасымалдау, өкпеден оттегін жасушаларға жеткізеді және жасушалардан көмірсутек газын шығарады. Қанның ұюы бізде жарақаттан кейін қан кетуді тоқтатады. Қоректік заттарды жеткізуі бізде глюкоза, амин қышқылдары, витаминдерді және ағзаның әр бөлігіне жеткізеді. Дене температурасын реттеу бізде жылуды ағзада біркелкі таратып отыратын болады. Қорғаныс функциясы бізде лейкоциттер арқылы ағзаны бактериялардан, вирустардан қорғайды. Қан топтары, мысалы қан топтары адамдар арасындағы қанның ерекшеліктерін көрсетеді. Бұл білім медицинада әсіресе қан ұю кезінде өте маңызды. Мына жерде қанның топтары берілген. Қан донорлығы. Бұл ерікті түрде қан тапсыру арқылы адам өміріне осындай бір көмек қолын созуы болып табылады. Бұл медицина үшін өте маңызды қадам. Неліктен донор болу керек? Мысалы бізде жарақаттанған науқастарға көмектесу үшін, мысалы, қан аурулары бар адамдарды қолдау, жүкті әйелдер мен сәбилерге көмектесу болып табылады ең бастысы. Қан денсаулығымызға жалпы керек. Бізге ол денсаулығына арналған бізде дұрыс тамақтануда керек. Қанның қалыпты құрамын жалпы денсаулықты сақтау үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Кейбір маңызды қоректік заттар қан түзу процестеріне тікелей әсер етеді. Мысалы бізде темір, гемоглобин түзу үшін қажет, оттегі тасымалдауды қамтамасыз етеді және қызыл ет, бауыр, жасыл көкөністерді көп дейді. Ал бізде В12 дәрумені эритроциттердің дұрыс дамуына қатысады. Ет, жұмыртқа, сүт өнімдерінде болады екен. Бізде ақуыздар, қан жасушалары мен ферменттердің құрылыс материалы, яғни ет, балық, бұршақ дақылдары, жаңғақтарда көп екен. Қан аурулары және алдын алу. Бізде қан аурулары ағзаның әртүрлі функцияларына әсер етеді. Оларды ерте анықтау және алдын алу өмірлік маңызды. Кең таралған қан аурулары, мысалы бізде анемия, ол қан аздығы, тромбоз, қан ұйғыштығы, гемофилия, қанның ұйымауы, лейкемия, қан обыры болып табылады. Бұл аурулардың алдын алу үшін салауатты өмір салтын ұстану, дәрігерге тұрақты қаралу қажет. Салауатты қан үшін кеңестер. Бізде қан
денсаулығын жалпы сақтау, жалпы әлі ауқаттың кепілі. Бұл қарапайым кеңестер сізге мысалы көмектеседі. Мысалы теңгерімді тамақтану, дұрыс тамақтану, жалпы осылардың барлығы бізде қан денсаулығын сақтау болып табылады. Жалпы қорытындылай келе, бізде қан біздің ағзамыздың өмірлік күші, оның құрылымын, функцияларын түсіну және оның денсаулығына қамқорлық жасау әрбір адам үшін маңызды болып табылады. Дұрыс тамақтану, белсенді өмір салты және донорлық сіздің және басқалардың өміріне оң әсер ететін қадамдар болып табылады. Ал біздің сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.